Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арныма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал сіздермен осындай өте пайдалы витаминдерге толы редискадан салат жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші осылай редискаларымызды алып, барлығын соломка тәрізді жіңішке еткізіп турап алатын боламыз. Теркадан да өткізсеңіздер болады. Осылай тураған өте әдемі көрінеді. Осылайынан барлығын турап алатын боламыз. Өте витаминдерге бай салаттардың бірі. Көктем салаты деп атасақ та болады. Осылайынан редискаларымызды барлығын бір ыдысқа салып, одан кейін балғын қиярымызды қосатын боламыз. Бұны да дәл сол тәрізді, соломка тәрізді етіп, жіңішке қылып, бұны да солай турап алатын боламыз. Барлығын кезек-кезекпен осылайынан турап, бұларды ыдысымызға салып алатын боламыз одан кейін. Барлығын бір ыдысымызға салып, көкөністерді турайтын боламыз. Менде мына жерде көк пияз, укроп екеуін жақсылап майда қылып турап аласыздар бұны да. Бұл салатты білмейтін адам жоқ шығар, өз барлығы көктем келгеннен осы салатты істеп жейтін жейді адамдар. Өте дәруменге бай салат десем де болады. Осылайынан барлығын турайтын боламыз. Жіңішке қылып турасаңыздар, өте әдемі, жегенге де ыңғайлы болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Менде каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Оңай рецепттер, үйде бар заттардан, қол жетімді заттардан жасалатын рецепттердің тізімін көресіздер, кіріп көріңіздер. Осыдан кейін тұз себеміз. Азырақ тұз салып, жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Одан кейін үйіңізде не бар, айран болса да болады. Кейін қаймақ қосады біреулер, мен айран қостым бұл жерде. Сүзбе қоссаңыздар да болады, өте дәмді шығады сүзбеден де. Осылайынан барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Одан кейін шоңғылдау тарелкамызды алып, ыдысымызды алып, ішіне салатын боламыз. Осылайынан барлығын салып аламыз да дастарханымызға ұсынатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі. Барлығын осылай салып дастарханға ұсынатын боламыз. Неке бізде осындай сұлулық шықты, жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.